всех есть, да, маски? Никто не нарушает? Вроде бы все. Ой, молодец. Вот, дети даже все знают, молодцы. Семей қаласы жасыл аймақта болғанымен еліміз қызыл аймақта. Бұл дегеніміз эпидемиологиялық ахуалдың жақсы деген сөз емес. Осы орайда қала тұрғындарының қоғамдық көлікте санитарлық ережені сақталуын тексердік. Қалада профилактикалық рейд ұйымдастырылды. Ол полиция қызметкерлері мен Нұр Отан штабы еріктілерінің қатысуымен өтті. Жұмыс барысында қоғамдық көлікте бетпердесіз жүрген азаматтар анықталды. Бірақ ол азаматтарға ешкім айыппұл салмады. Керісінше, семейліктерге бетперде кию нормалары түсіндіріліп, бетпердесі жоқ адамдарға бетперде ұсынылды. Бүгін мен Нұр Отан партиясының ұйымдастыруымен барлықтарыңызға мәлім, қазір таңда коронавирус инфекциясы Қазақстан аумағы бойынша жалпы қызыл деңгейге өтіп отыр. Бұл деген өте күрделі жағдай. Қазір таңда осы аурудың алдын алу мақсатында қоғамдық көліктерде біз жаңағы халыққа түсіндірме жұмыстарын, әртүрлі егер де маскалар жоқ болса, маска үлестіру жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Бұл деген осы Семей қаласы бойынша аурудың алдын алып, болашақта инфекцияның ары қарай ушықпауына әсер етеді деген сенімдемін. Семейде қаланың көп бөлігін қамтыған 15-тен астам мониторингтік топ құрылды. Ал біз өз кезегімізде тағы да еске салғымыз келеді. Маскаларды қалтаңызда сақтамаңыз. Оларды қоғамдық орындарда киіңіз. Тек осылай ғана біз осы қауіпті вирусты жеңе аламыз.